Менің есім Елеуов Тажали Сырым ұлы. Жасым 69-да. Кешеден бері мен туралы шығып жатқан дау туралы өзімнің пікірімді білдіру үшін шығып отырмын. Расында мен мал шаруашылығын айналыса бастаған кезімде рақыпты малшы қылу жұмысқа алдым. Екеуміз біраз жыл жұмыс жасадық. Әрине жұмыста талай заттар басымнан өтті. Мен оның арағына, бір 5-6 бас жоғалтқан жылқыларына мән бермедім. Ал соңғысында аса үлкен көлемде және қасына қылмыстық топ құрып, оның бірі дәлелімен ұсталып, малымды сатып жатып, қазіргі таңда түрмеде жазасын өтеп отыр деді. Бірақ ол отырған қылмыскер бұрынғы мал ұрлап сотталған адам болғандықтан бірін-бірі айтпай Сәрсенов Рахат құтылып кетті. Қазіргі кезде мен өзімнің ұрлаған малымды жауапты адамнан талап еткенім үшін заңды деп санаймын. Оған дәлел сот үкімі. Сәрсенов Рахат қылмыскер деп растаған. Бірақ қылмысты жасырғысы келіп, құтылу үшін айлакер адамдар кешеден бері Сәрсеновті толық ақталып шықты деп халықты алдап, ұрыдан зардап шеккен халық қаһарманы қылып шығарып отыр. Мен жастайымнан жұмыс істеп, шаруадан қорықпай, өзімді аямай, жеңіл жол іздемей, менің кәсібім нағыз қара жұмыс. Әрине мен блогерлерге төтеп бере алмаймын. Бәріне осы отырған менің нағыз жаман адам қылып отыр. Мені жаман адам қылып шығарып тұр бұлар. Мен сендердің алдарыңа бірінші шығуым, бірақ менің мақсатым ақталу емес. Тек айтарым, ахват жасап, Инстаграм арқылы табыс көріп жүргендердің сөздеріне еріп, менің ар намысыма және іскерлік беделіме сөз келтіріп, және менің атымды балағаттап жатқандарға ескертемін. Бұл жөнінде әр қарай заңгерлер жұмыс жасайды. Әрине, мені танымайтын адамдарға мен ренжестік білдірмеймін. Оның қасындар өмір бойы менің малымдың тегін жеп, 40 жас юбилейін тойын жасап, 4 баласын үйлендіріп, бүкіл ақшасын төлеп, түрмеден 2-ін құтқарып алып, жақсылығымды білмеген басқаларға не айтасың? Бәріңе амандық тілеймін, мендей жағдай бастарыңа бермесін. Жаңада біреулер айтып жатыр, 150 мың ақшама деп. 20 бас ірі қарасы бар, қыста мен бағып жем-шөбі менікі дайындайтын. Яғни Рахаттың малы сіздің малмен қосылды. Иә, бірім. Сіздің жерде жайылады, сіздің жеммен, сіздің арпа бидай, иә. Сол менің бәрі менің мойнымда. Оларды бағатын малшының да зарплаты мен төлеймін. Жаңа жеке малға, олардың жеке малдары бәрі. Біздің енді малдарым бар, олардың жеке малдары бар. Енді ірі қара, қой, соларды мысалға бірге бағатын еді. Сол бірге бақасын, мен оны ақшасы олардан ана сиырға 1000 теңге, мына сиырға 2000 теңге бер деп жүрмеймін. Бәрінің өзім зарплатын, ол малшыға да зарплатын отдельно оларға төлеймін. Сонда орташа есеппен санағанда жем шөбін есептегенде мен бір маған осындай вопрос қойды, айлық көтермейсіңдер ма дегенде. Мен айттым, давай көтерейін, қаншалығыларың келеді, осындай аламыз деп. Ладно, алыңдар деп. Ладно, онда мына малдардың жем шөбін мен ұстаймын онда деп. Соны үндемейді, 1 жеті, 2 жеті үндемей жүр. Сосын әнеугі сұрақтарыңа мен жауап күтіп жүрмін ғой десем, сонда айтқандары маған, ой, керек емес ештеңе, біздер осылай, осыған келістік деп.